Сағат 10-да еліміздің барлық жоғарғы оқу орындарының мен колледждері мектептерінде жемқорлықтың алдын алу бойынша бірыңғай сабақ өтті. Қоғам дерті саналатын сыбайлас жемқорлық мәселесі кеңінен талқыланып, оның алдын алудың жолдары талқыға түскен жиын Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде де ұйымдастырылды. Арна тілшісі толығырақ баяндап береді. Жемқорлық заманмен бірге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа елдердегі секілді біздің жас мемлекетімізді де бұл кесел айналып өте қойған жоқ. Жемқорлықтың алдын алып, күресу бүгінде ел болып жұмыла атқарылып жатырған жұмыстар қатарында. Бүгінгі бірыңғай сағатта осы шаралар легінен. Еліміздің барлық оқу орындарында бірдей уақытта ұйымдастырылған шараға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшылығы арнайы келген. Жастардың бойынан біз жаңаруды байқаймыз. Өйткені оларды қазіргі мынау қоғамның дамуы, жаңа техникалардың дамуы осы жемқорлықтың алдын алуға септігін тигізеді деп айта аламыз. Неге? Өйткені қазіргі таңда мемлекеттік көрсетілетін қызметтер электронды түрде қолжетімді. Оған ешқайда бармай-ақ үйінен отырып алуға болады. Өскелең ұрпақтың, болашақ мамандардың жемқорлық туралы көзқарастары айқын. Бұған бір ауыздан қарсылық танытқан олар шараға белсене қатысып, өз ойларын білдіріп жатты. Сыбайлас жемқорлық бар мемлекеттер, олардың мемлекеттер жаңағыдай болашағы жоқ мемлекеттер деп ойлаймын. Олар ешқашан дамымайды. Себебі барлығы ақшамен шешілетін болса, мысалы, оқу орнында да емтихан тапсырған кезде де мұғалімге пара беру арқылы білім алсақ, біздер кейін мемлекетімізге қалай қызмет жасаймыз? Біздің артымыздан тек қана шала істер ғана қала бермек. Оның орнына біздер өз білімімізбен ақшасыз емтиханымызды жақсы тапсырып шықсақ қана мемлекетіміздің дамуына, оның әрі қарай болашақта өрлеуіне жақсы үлесімізді қоса аламыз деп ойлаймын. Студенттердің ойында әркім санасы әртүрлі болады. Осындай тәрбие сағаттары өту арқасында олардың ойлары, саналары өзгереді деп ойлаймын. Шара соңында арнайы үнпарақтар таратылып, бейнеролик көрсетілді. Қуанар Мұсағалиева, Мирбулат Жекепбаров, Александр Горобров, ТДК хрекатиарнасы.